Тимур мырза, мына форумнан неге көңіліңіз толды, не ойдан шықпады? Осы екі мәселе туралы айтып берсеңіз. Бірінші жаман айтпай жақсы шықты дейді. Негізі көңіл толмаған бір кемшіліктісін айтар болсам, бұл форумның өзіміздің халықтың аз жиналғандығы, және аудиторияның өте сылбыр болғандығы, және санымыздың аз болғандығы кәдімгідей қобалжытты. Себебі бір 2 айдай уақыт жалпы қазақ интернетіндегі сайттардың көпшілігінде жарнама жасалды, көп жерлерде айтылды, бірақ келушілердің саны өте аз болды. Алғашқы күні кеше басталған кезде қарқынмен басталған, бірақ кеше түс қайтадан бастап сол екпініміз біраз бәсеңдеп қалды. Ұнамағаны сол кемшін тұсы. Ал ұнағаны бұрын осыған дейін бұл қазақ интернетінің басы-қасында жүргендер 2 рет жиналған осыған дейін. 2 блок құрылтай бар. Иә, біреуі Алматыда өткен бірінші құрылтай, екіншісі биыл наурыз айында Астанада өткен блок құрылтай. Қазақ жастары енді дәл осы жиында ол кезде айтылмаған мәселелер көтерілді. Бұрын тек бетіндегі бір мәселенің бетіндегі бір жеңіл нәрселер көтерілсе, немесе сөз болса, бұл жиында біраз нақты мәселелер айтылды, және біраз қазақ интернеттің айналасында жүрген ысылған жігіттердің жиналып бір ортақ шешімге келуге ұмтылғаны қуантады. Яғни барған сайын бұл жиындар өзінің бір мақсатына жетуге ұмтылып келе жатырмыз. Енді тағы бір ұнағаны, енді келесі жылдан бастап, бәлкім келесі бір жиыннан бастап салалық жиындарға көшетін болармыз. Мысалға айталық, бағдарламашылар жиналып бір аудиторияда өздерінің бір мәселелерін талқыласа, сайт жасаушылар жиналып бір ортақ өздерінің мәселелерін талқыласа, Ербол Серікбай ініміз бастаған жастар жиналып SEO туралы өздерінің жиындарын жасаса, яғни салалық аудиторияларда болса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Рахмет сізге. Алла тағала істеріңіз сәттілік берсін. Рахмет.